Сәлем құрметті оқырман, арнама тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сіздермен Сезім ТВ арнасы. Үнсіздік шегіндегі әйел. Күн сайын таңертең Гүлмира перденің ар жағынан сығалап тұрған күн шуағына оянады. Терең күрсініп, бәлкім оның жүзінен баяғыда жүрегін жылытқан бір жылылық табылар ма екен деп жанында жатқан күйеуіне бұрылады. Бірақ ол әдеттегідей үнсіз телефонға үңіліп көздері Гүлмира үшін орын қалмаған. Бөтен әлемде көздері жүреді. Ас үйге өтіп кофе дайындайды. Қарапайым ғана таңғы ас әзірлеп оны күйеуінің алдына қояды. Жымиып, күлкісіз бір күлкімен ол болса бір сәтке ғана көзін көтереді. Не сөз, не рахмет, тіпті бір қараста жоқ. Бастапқыда Гүлмира түсінуге тырысты. Мүмкін жұмысы қажытқан болар. Мүмкін шаршаған шығар. Мүмкін жай ғана бір кезеңнен өтіп жатқан болар. Бірақ күндер өте берді. Ал әлгі мүмкін бірте-бірте неге деген сұраққа айналды. Неге ол бұрынғыдай қарамайды? Неге оның дауысын естімейді? Көз жасын байқамайды? Күлкісінің жоғын сезбейді? Бірте-бірте ол күйеуіне өз қолымен хаттар жаза бастады. Оларды оның қалтасына жасырып салып кететін, махаббат жайлы, жалғыздығы мен сағынышы жайлы жазатын. Бірақ ол оқымады, немесе оқыса да мән бермеді. Көз жасы жастығына серік, жалғыздық үйінен кетпейтін меймандарға айналды. Күн сайын түнде айна алдына тұрып, солғын тартқан жүзіне үңілетін, сосын іштей күбірлеп, мен бір жерде қателестім бе? Әлде махаббаттың өзі жеткіліксіз бе? Сұрайтын. Бәрінен шаршағанына қарамастан Гүлмира берілгісі келмеді. Бірақ ішкі дүниесінде бірдеңе сынып жатқан сезетін. Ол енді үнсіз оқылмайтын хаттардан, естілмейтін сөздерден, байқалмайтын болмыстан шаршаған еді. Бір кеше күйеуінің жанына үнсіз отырып ұзақ қарады. Ол бұрылып та қарамады. Ләйла ақырын ғана, қанша әйел мұндай үнсіздікті көтере алады? Қанша жүрек ұзақ күткеннен кейін де сол қалпында қала алады деп сыбырлады. Ол оған ішпейтін кофесін қалдырды. Жарықты да бұрынғыдай жағып кетті. Бірақ бұл жолы хат қалдырмады. Оның орнына үнсіздік қалдырды. Бәлкім бір күні ол үнсіздіктің ішінде сағынышты естіп қалар. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Әйел бәрінен үміт үзгенде не істеу керек? Кету ме, төзу ме? Әлде өз-өзін жоғалту ма?